Ассалаумағалейкум ағайын. Қазір біз вождениеге шығайын деп жатырмыз. Рульда Жанерке деген ару. Қазір бастаймыз сабағымызды. Орнына түсін. Сөйтіп просто баспай тұрып. Алыс болып қалған жоқ па? Алтыға жетелік. Енді жіберейік та просто аяқпен жетелік. Көрді ма? Так, торымызды басамыз, тыға қоямыз. Так, енді зато машина бар да? Машина бар. Ал енді поворот жағымыз да. До конца рульді бұрайық. Бұрайық до конца. Ал шықтық. Чуть-чуть газ ақыры. Мына айнамыз өте берген кезде рульді қайтарамыз. Все. Ал кеттік. Потихоньку кеттік. Ана жердің жолы тар енді, тар болса да енді. Ал кеттік, қорқпаймыз, жүре береміз. Қазір алдымыздағы Мустафинадан оңға. Аусақ. Мынау қарама-қарсы бағыт қой, қарама-қарсы бағытқа шықпаймыз, Так, бұл деген біздің қаншасыншы? Үшінші сабақ. Сәлем бердік. Көпшіліктің сұрағы бойынша біз жазып жатамыз. Бүгін бір жігіт сұраған екен. Жанармай бекетін бензин қалай қоясыз деген сияқты. Оғанда түсірдім. Бір кішкене шамасын ғана қалай келіп тоқтағанымызда. Ол жерде бірінші машинаның біле көріп қойып, бағық қай жақта, оң жақта болуы мүмкін, сол жақта. Біздің автомобильде сол жақта, яғни біз заправка кірген кезде дұрыс тоқтауымыз керек. Колонка қай жақта, бағымыз сол жақта болу керек. Так, жасыл жанат ал кеттік. Оңға қарай кеттік. Бұрышқа айна жетіп жатыр ғой, енді ақырында бұра бастаймыз. Кеттік. Адам жеткенше жүре береміз. Өйткені біз ол кісіге кедергісіп жатқан жоқпыз деген не бар, уступить дорогу деген бар ғой, жол беру, яғни кедергі жасамау. Қандай жағдайда біз кедергі жасаймыз? Егер жүріп бара адам оны мәжбүрлесек, егер ол адам тоқтатпаса, қашса, Мысалы мына адамдарға біз жол береміз, өйткені неге? Біз жол бермесек, олар тоқтап қалады. Мына көлік қазір жол жүру ережесін бұзып жатыр. Неге? Өйткені знак көріп тұрмыз, тоқтауға болмайды. Бұл жерде сары сызық, тоқтауға болмайды. Арт жақтағы көлік сигнал берді, ол да ережені бұзып жатыр. Так, тура жүре береміз. Тура жүреміз, значит, екінші полосаға ауысамыз. Шығайық. Екінші полосаға ауысамыз. Поворотта жүреміз. Бұл полосаға ауысқан себебіміз, мына жерде знакты көріп тұрмыз. Осы полосадан тек тура жүрсе болады екен. Мына оң жақ полосадан тек оңға, мына полоса тек автобустың полосасы екен. Енді тоқтап тұрамыз да, айнаға қараймыз, автобус бар ма? Арт жақта жоқ та. Егер жанымызда автобус тұрса, онда мына жерден абай болуымыз керек. Прямо былай қарай диагональмен тура өтіп кетуге болмайды, себебі автобус бар ғой жанымызда. Сондықтан кішкене түзу жүріп барып болу керек. Енді жанымызда қазір автобус жоқ, тапса жүре берсек болады. Автобус жоқ, қорқпай жүре берсек болады. Мұнда тұрған камералар осы сызықтан шығып кетсек түсіріп алады. Сондықтан сызықтан шықпауымыз керек. Осылай. Басқа регионда тұратын азаматтарға сол жақтағы біздің автобус жолағы. Біз Алматы қаласында сол жақта жүретін деп, сол жақпен жүретін автобустарда бар, трамвай сияқты. Сол себептен мына жерлердің бәрінде сол жақ бұрылысты алып тастаған. Мына жерде автобус көріп тұрмыз, оң жаққа бұрылатын болғандықтан бізді де оң жаққа бұрып жатыр.
Біз де оңға бұрыламыз. Жүре бере қорықпаймыз, жүре береміз. Автобус кең айланады, біз деген өзіміздің бар жүрімізге жақынырақ жүрсек болды. Осылай, келесі полосадан солға келесі қиылыстан. Кішкене оңға тартып жатқан себебім, өйткені жанымызда автобус бар ғой, автобус келе жатыр. Осылай жүре береміз, осы өзіміздің полосамыздан. Так, үлгермей қалдық, тоқтаймыз, Осылай. Қазір біздің полосамыз автобус болып кетеді, сондықтан сол жақ поворот жағайық. Полосаға ауысайық. Себебі поворот өшіріп. Себебі автобустың полоса болып кетеді. Ақырын байқайық. Мына скутердан байқайық. Мына тоқтаса нарушитель. Мынау нарушитель КамАЗ. Жай жүрек. Резко баспақ жарай ма? Торымызды. Плавно басайық, Осы плавно басақ тоқтайды машина. Светофорға жақындаймыз. Сыныптық троллейбус. Итеріп жатыр ма троллейбусты?